өзіңді қолға ал. Күйзелістен шығып бақытқа жетудің 7 сатысы. Лондонда бағындырған іскер ханым Молли Абдуали. Кіріспе. 2016 жылдың мамыр айы. Елорданың орталығындағы кең пәтерге көшіп келген жас отбасы қоныс тойын атауға кірісті. Түрлі салаттар мен жаңа ғана пісірілген тағамға толы үстел айналасына 20-ға жуық көңілді жастар жиналған. Жігіттер өзара жоспарларымен бөлісіп, әзілдесіп, әрқайсысы өз жұмыстары туралы әңгімелермен бөлісіп жатты. Ал олардан сәл төмен отырған қыздар жағы сәбилерінің жетістіктерін айтып, қызу әңгімеге кірісіп кетті. Балаларды 3 жасар Алихан мен 1 жасар Алишаның бөлмесіне жіберіп, олар біраз сергіп қалған еді. Бір сәтте ол жақтан айқай-шу естіліп, балалардың бір нәрсені бөлісе алмағандығы байқалды. Үй иесі қара шашы иығына төгілген 27 жастағы сұлу келіншек бір апта бойы университетте дәріс бере жүріп, жұмыс арасында үйіне қалай түс қағаз іздегенін бар ынтасымен баяндап жатыр. Күйеуі Айбек екеуі әлсін-әлсін бір-біріне қарап қояды. Екеуінің жанарлары мейірімділік пен жеткен жетістіктеріне деген мақтанышқа толы еді. Балалардың шат күлкісі, достардың әзілдері жарқын үміт пен махаббат шаңырақты шаттыққа бөледі. Мамыр айындағы осы бір ғажап күнді отбасының ең бақытты сәті деп есіме сақтап қалдым. Сол жылдың 16 тамызын ешқашан ұмытпайтын шығармын. Шырайлы Шымкенттегі әдеттегідей аптап ыстық түндердің бірі болатын. Біз бір айға жуық күйеуімнің ата-анасымен бірге таза ауада демалып, бассейнде шомылып, рахаттана демалып жатқан болатынбыз. Сол күндер есімде ерекше жатталып қалған екен. Кейде мен өзімді әлі де сол жерде жүргендей сезініп кетемін. Ол түн ерекше тыныш болды. Далада құлаққа ұрған танадай тыныштық орнаған. Анда-санда құстардың сайраған нәзік үні ғана естіліп, түнгі самал жел перделерді жай ғана тербетіп тұрды. Кішкентай ұлым Алихан әдеттегідей өзіне үйреншікті болып кеткен Маквин автокөлігі туралы мультфильмін көріп жатты. Алиша болса шырт ұйқыда. Мен күйеуімді күтейін, ол келгенше кітап оқи тұрайын деп жата тұруды шештім. Күйеуім ұзатылған қарындасын құттықтауға кеткен еді. Кетер алдын кешікпей келуге уәде берген болатын. Күте-күте жалығып, қалғып кеткенмен есікті қиратардай болып соққылаған біреудің жан айқайынан шошып ояндым. Ұйқылы ояу тұрған мен қорқып тұрсам да, Алиша оянып кетпесін деп төменге қарай жүгіре жөнелдім. Табалдырықта енем тұр екен. Әрдайым тек салмақты көрінетін әйел қазір демін ентіге жұтып, боп-боз болып есі шығып кеткен. Молли, кәне отыр, сабырлы бол. Анашым, не болып қалды? Бұл кісі қайдан жүр? Айбек қайда? Ол енді жоқ. Не болғанын түсіне алмадым. Күтпеген жерден осылай бол. Не дейсіз? Жоғы қалай? Қайда жоғалды? Молли, сабыр сақта. Ол қайтыс болды. Біраз уақыттан соң оның денесін алып келеді. Бірінші тарау. Өз жағдайыңызды түсініп алыңыз. Жақын адамдарынан айырылу, ажырасу, мүгедек баланың туылуы, жол апаты, дене жарақаттары, күйіп қалу және сатқындық, мұның бәрі әйелді күйзелтеді. Ер адамдар үшін де бұл жағдайлар күйзеліс болуы мүмкін. Бірақ мен бұл кітабымды әйелдерге арнаймын. Сонымен жағдайды бақылауға алудың бірінші амалы дәл қазіргі жағдайыңызды қабылдаңыз. Бұл ары қарай не істеуіңіз керектігін көрсетеді. Швейцариядан шыққан америкалық психолог Элизабет Кюблер-Росс өлімді қабылдаудың 5 кезеңін атайды. Ол бұл кезеңдерді өлім аузындағы жандарды бақылағанда байқаған. Кез келген адам күтпеген өлім туралы естігенде
теріске шығару, ашулану, торығу, қамығу және соңында қабылдау кезеңдерінен өтеді. Көптеген психологтардың пайымдауынша жоғалту мен торығуды бастан кешкендер осы кезеңдерді де басынан өткереді. Кейде олар өзгеріп кетеді немесе соңғы кезеңге жеткенше сол күйін қайталай береді. Ендеше алғашқы кезеңнен бастасақ, ол теріске шығару деп аталады.